Ассаламу алейкум қадірлі заманласлар. Сөзлерін зерлеп сөйлеген, хасыл маржан сөз дүниясын мирас қалдырған Қарақалпақ халқы әсірлер давамында өзінің милли өнерлеріне, үрп-әдет дәстүрлеріне садық болып, милли хазинеміздің дүрданаларын көздің қарашығындай қастерлеп жасаған. Біз бүгінгі әуладлар оғада бай рухи мирасқа ие екенлігімізбенен мақтан шетеміз. Халық ауызекі дүрөтпелеріміз ішінде дәсталларымыз мыңлаған жыллар давамында жырауларымыз тарапынан ұстаздан шәкіртке өтіп, ең қадірлі қазинеміз, гауһар сөзлеріміз болып, хасла ізін жоғалтпаған, тәрбиялық ахметі күшлі, ұлы дүрөтпелеріміз болып есапланады. Біз бүгін белгілі дәсталлардың бірі Ерсайым дәстанның мәніс мазмұны хақында сөз етпекшіміз. Қарақалпақ халқының әсірлерден берлі мирас болып келатырған дәстанлары көп. Бұл дәстанлар әсірлерден әсірлерге өтіп, біздің дәуірімізге дейін рухи мирас болып жетіп келген. Солардың ішінде Ерсайым дәстаны ең көркем, ең жоғары үлгіде жазылған дәстан болып есептелінеді. Бұл дәстан Құрбанбай жырау тарапынан атқарылған, Мәтен Сейтнияз жазып алған ең текарқысы дәстанда Ерсайымның қаһармандық істері суретленеді. Бұл қаһармандық дәстан болып табылады. Себебі Ерсайымның дәстепкі ерліктері, бұның ішінде оның Ақсұңгүлге үйленгенге дейінгі аралықтағы әрекетлері суретленеді. Мәселен, Ерсайымның дәстепкі уақытта естіпейді балалардың ойнайық деген сөздерін мұдамы оқуменен шұғылланды өздері деп береді. Яғни бұл жерде Ерсайымның дәстепкі 6 жасар уақытынан басылап, сол оқу білімге қызыққанлығы, оның басқа балалармен біргелікте ойнамай, көбірек со оқу, білім, өнер иелеуге ұмтылғанлығы көрсетіледі. Енді ең текарқысы бұл жерде Хорезмнің елінде деп беріледі дәстанда, һәм соның ішінде Ақжұрын деген қала деп беріледі. Бұл енді жыраудың көркем қиялынан дөретілген орынлар, соның ішінде Хорезм елінде деп көбірек дәстанда баян етеді пікірлерін Ерсайым, һәм өзінің туылған жерін Ақжұрында Әлеуши хан деген хан болады. Осы ханның дәстеп бұл Ерсайымды алдыруынан басланады дәстанда. Алдырған уақытта Ерсайымның келбеті бұлайынша тәріпленеді. Аяқлары арыстай, жауырынлары қақпақтай, білеклері тоқпақтай, сөйлеген сөзі қаймақтай, аузы мұрны оймақтай деп тәріпленеді Ерсайымның. Демек, осы жерде Ерсайымның дәстепке келбетінің тәріпленуі, оның Әлеуши ханның алдына баруы, бұндан кейін Қызыл ханның, Сары ханның ләшкерлерін жеңуі, Ақсұңгүлді алып келуі, осылар дәстанның текарғы сюжетлік линиясын құрайды. Лекін бұл жерде ең текарғысы Ерсайымның әрекетлері. Бұл қаһармандық дастан болғаннан кейін көбірек қаһарманның әрекетлері суретленеді. Оның мысалға арбасарменен жекпе-жекке шыққан уақытында қайраты, оның палуанлығы, мәселен, оның қайратын суретлеген уақытында дастанда аш жолбарыстай ақырды деп береді. Яғни бұл жерде қолына найза алып, ямаса жекпе-жекке шыққан уақытында барлық батырларды жеңеді, арбасарды да жеңеді. Бұның ең текарғысы, текарғы мақсеті өзінің туған елін дұшпанлардан азат ету, олардан қорғау, һәм өзінің жақсы көрген қызы Ақсұңгүлге жетісу жолында әрекетлері суретленеді. Мәселен, оның гейпара әрекетлері бар. Мәселен, Ерсайым сол Әлеуши ханнан қапа болады, себебі хан оның батыр болғаннан кейін көбірек елге зиян тиюі мүмкін, көбірек басқаларға зиян тиюі мүмкін деп ішінен жаман пікір ойлайды. Сол уақытында Ерсайым ханның алдына кіріп, онан ұрсат сұрайды, бірақ сол жерде өзінің текарғы пікірін айтып кетеді. Себебі халық үшін дейді, текарынан бұл жерде хан жаман ой ойлап атырыпты, лекін мен халық үшін қызмет етемен дейді. Мәселе, оның дастанда Ерсайымның атасы Құладин жарлы деген болады. Негізі Құладин жарлы деп беріледі. Сол жерде бұл Құладиннің баласына айтқан сөздері бар. Туған жерге елге еткіліп алам, сен қызмет деп айтады. Яғни бұл жерде текарғы оның пазилеті, ең текарғы белгісі туған жерге қызмет етуі оның. Мәселен, сондан кейін барып, мәселен, Қызыл ханның, Сары ханның жұртларына барады. Сол жерде Сары ханның қызы Ақсұңгүлді көреді. Енді бұл дәстанның басқа дәстанлардан өзгешелігі, айырмашылығы сонда, бұл жерде Ақсұңгүлді тауған уақытында бұл қызды атасы Сары хан зынданға тастап қойған болады. Себебі Ақсұңгүлді негізі Сары ханның жиені Жалманбет дегенге атастырып қойған болады. Сол Жалманбетті бұл Ақсұңгүл өлтіріп алады. Өлтіруінің себебі оның текарғы пікірі Ақсұңгүлге
барған уақытында қиянат етпекші болғанда соны өлтіріп қояды, һәм соның үшін Сары хан бұны жазалап зинданға тастап қойған болады. Сол уақытында дәслеп Ерсайым оны кетірген уақытында зинданнан тосынан естіп қалады даусын. Нашар баланың жылаған даусы естіледі, барып тыңлайды. Сондан кейін оны атының жуөнін, қамшыларын бәрін ефлеп, бір-біріне жалғап зинданнан шығарып алады да, артына мінгестіріп өзінің еліне, Хорезм еліне қарай қайтады. Сол уақытында бұлардың ізінен Сары ханның белгілі бір адамы Қарт қожа деген болады. Соны Қарт қожа қуып келеді. Сол уақытында екеуінің айтысқан жерлері бар дастанда. Енді бұл жерде Қарт қожа келген уақытында дәслеп біз Ерсайымның ең тигарғы фазилеттерінің бір сыфатында көреміз. Оның жасыл көнді сыйлауы. Мәселен, Қарт қожаға сенің сақалыңның ағын сыйлайын деп айтады да бұл жерде. Яғни соның жасыл көнлігін сыйлауы, жасыл көн адамсыз деп оның сөздеріне құлақ қойып тұруы. Осының нәтижесінде негізі Қарт қожаға оқ атып, оны мәмлеге келтірген Ақсұңгүл болып табылады. Демек, екеуі бұл жерде дастанда бір-біріне миясар, ең тигарғысы өздерінің бақыты үшін күреседі бұлар. Ане ендігі гәпті естсең, Ерсайым менен атасының сөйлесіп тұрған жерінен ештің. Ата енді саған айтар арзым бары, арнап келер шәһәрдегі мейманлары. Қайғы қылмаң, сәлем берің, түргелі бә, сораса бір хавлық бастан жағдай халы. Жылап қалмаң, кетсем ата зары. Нөкер деген деуші еді бір хабары. Шақыртырса хан жігітті ол сыйлап, ақыл адам ізzetіңе қуанары. Шақыртырса хан жігітті ол сыйлап, ақыл адам ізzetіңе қуанары. Біз Ерсайым дастанды оқып танысар екенбіз. Басқа қаһарманлық дастанларымыздағы сияқлы халық тұрмысын сәулелендіру менен бірге батырлыққа һәм адамгершілікке тәрбиялайтын дана сөздерді көплеп ұшыратамыз. Дастандағы терең мәнілі сөздер, ақыл насият қатарлар тыңлаушыны өзіне тартады. Енді бұл жерде ең тигарғысы дастанда оқып қарасақ, біз сондай дәрежеде қатарлар бар, әттегі мысалы көркемлігі жоғары қатарлар. Дұрыс, басқа дастанларда ұшырасатығын, мәселен сауашылардың ұшырасулары, тикарынан енді қаһарман болғаннан кейін дастанда әлбетте оның қоян көк деген аты болады. Атлардың шабыстары жүдә көп суретленеді да бұл дастанда. Құрбанбай жыраудың басқа дастанлары сияқты бұл дастанда да атлардың шабыстары, сауашылар басқа дастанларға жүдә ұқсап кетеді. Лекін бұның ең тикарғы диққатты аударатығын бір тарифі бар. Бұл көбірек дастанда бала тәрбиясына, шаңырақ тәрбиясына, инсанларды кәмілет тәрбиялауға көбірек етібар берілген. Мәселен, дастанда жақсының кеуілі жаз бенен бәһәр деп айтады. Жамалларға дүния болар мудам тар дейді. Яғни бұл жерде жақсы, жаман деп екіге бөлінеді. Адамлар жақсылар кім, жаманлар кім, сол сұрауға жауап ізденеді. Һәм соның жауап сыпатында жаманның кеуілінде мудам кек болар дейді. Яғни осы жерде жақсы адамның фазилеті бұның кеуілі мудамы бәһәр менен жаз. Себебі бұның тикарғы фазилеті сондан ібарат,
басқа адамдар қайғырса қайғырады, оларға қолынан келгенше жәрдем береді, көмек береді. Ал егер жаман адамдарға жұмысың түссе, сол уақытында мүмкін болғанша саған зиян келтіріп, қайта ахуалыңды оннан бетер ауырластырып жібереді дегендей пікірлер айтылған. Және бір диққат аударатығын нәрсе, бұл жерде Ерсайымның атасы менен диалоглары, яғни олардың өзара сәубетлері берілген қатарлар бар. Сол уақытында қарасақ, сондай дәрежеде ата-ананың сыйлауы Ерсайымның, шаңырақ тәрбиясының рөлі, мәселен Ерсайым сондай білімлі болып, батыр, палуан, ержүрек болып жетілуінде атасының рөлі күшлі. Сол жерде ол мәселен Әлеуші ханға өкпелеп, басқа жұртларға кетемен, Қызыл ханның жұртына, Сары ханның жұртына кетемен деп тұрған уақытында, оның ата-анасымен хошласып, бір-біріне айтқан сөздері бар. Сол уақытта оған көбірек ата-анасы Ерсайымға туған елге қызмет еткіл, көбірек туған елдің қамын ойла, басқаларға ашулана берме дегендей мәнде нәсиhaтлар айтады да. Дастанда Ерсайым атрапындағы образлардың, сөз болып атырған уақиялардың тыңлаушыға тәсірі үлкен екенлігін көруге болады. Ерсайым өз елін қорғау менен бірге қоңсылас отырған елдердің де тынышлығын сақлауға жанын аямайтұғын һәм достық қарым-қатынасларды бекемлеуге текар салатұғын қаһарман сыпатында жырланады. Және бір айырмашылығы, ілім үйренуге болған қызығушылығы менен Ерсайым басқа дастан қаһарманларынан өзгешеленіп тұрады. Ерсайым сондай дастанда бір орылар бар, жақсы менен жаманның парқы неде деп ойлайды да ол. Дәстеп сұрауға жауап іздейді өзі. Сол уақытында мысалға Қызыл хан болама, Сары хан болама, олардың барлығы бұған көбірек диққат берген уақытында бұның батырлығынан пайдаланады да, басқа тәріптеріне етібар бермейді бұның. Мәселен, бұл сыпайы болады, білімлі болады, шаңырақ тәрбиясын алған, мүмкін болғанша басқалар жәрдем беруге ұмтылады. Сол уақытында бұны менсінбей, бұған Әлеуші ханның өзі әттегі өз елінде оған көбірек басқаларға сенің абырайың артып баратыр, даңқың артып баратыр дегендей мәнде бұны пәске ұрады. Сол уақытларында да Ерсайымның шыдамлылықпенен, төзімділікпенен басқаларға хүрметін жөтпағанлығын көреміз. Оларды мүмкін болғанша хүрметлеп, олардың хүрметін жайына қойып, сондай дәрежеде сыпайы сөздер айтады, бұлардың барлығы дастанда берілген. Бұл дастанда оқушының диққатын аударатығын және бір тарифі бар. Бұл Ерсайым менен Айтуардың достығы тарифленген орынлар. Себебі дастанда Ерсайымның батырлығында мұдамы оны қоллап қуатлайтығын досы Айтуар қасында болады. Сол арқалы бұлар екеуі мұдамы дастанда ең текарғысы достықтың нағыз үлгісі сыпатында көрінеді. Шумақлап айтқанда Ерсайым дастаны Қарақалпақ халқының ең текарғы көркем шығармаларының бірі. Бұл дастан әсірлер дауамында сақланып, халқымыз арасында тарқалып біздің дәуірімізге жетіп келген. Бұны жыраулар атқарып жатыр. Бұл дастан ізерленіп жатыр. Көбірек етібар беріп жатыр. Бұған ілімпаздарымыз қазіргі уақытта бұл дастанда қаһармандық дастанлардың бірі. Себебі Ерсайымның қаһармандығы оның бір елден екінші елге барған уақытында жау жарағы менен батыр болып міндім әребат деп айтады өзі, мәселен палуан болады. Осы характерлі белгілер суретленеді. Бұл дастан келешек әулеттер ұшында ахметлі шығарма болып есептелінеді. Жоғлықтың жамандыр күйігі дәртің, бағыт тайып кетті менің дәулетім. Саған енді қандай кеңес берейін, туған елге қасқыл мағылы перзенті. Өксі бағыз бағылай көздеріңнен жас,
Jat yerlerde arlan bağıl can balam. Kaderinde bilgenge bulsan yende de yende de say hey can balama. Дасталларымыз халқымыздың тарихи тұрмысынан елес әйлейді. Такрарланбас көззал сөз маршаллары болып, әсірлер дауымында халқымыздың құдіретлі рухи байлығы болып жасап келмекте. Президентіміз Қарақалпақ халқының ескі дүретушілігіне үлкен баға берген. Қарақалпақ халқы өзінің әйемгі тарихы, үрп әдетлері, дәстүрлері, тілі, мәдениетіне тән такрарланбас белгілері менен ажыралып тұрады. Қарақалпақлардың өзіне тән көркем өнері, нама қосықлары, атқарушыларының жағымлы һәм биік лапызы һәм мені таң қалдырады. Міне осындай әдебияты һәм мәдениеті бар екен, Қарақалпақ халқы еш қашан кем болмайды деп үлкен хүрметпенен атап өткен. Біз бүгін белгілі қаһарманлық дасталлардың бірі Ерсайым дастан хақында сөз еттік. Дасталлары көп, сөз гауһарларына